Ассалаумалейкум хаммеге. Бүгінгі видеомызда углеводородлардың ең апуайы класы алканлар хақында сөйлесеміз. Бұдан алдыңғы видеода ядыңызда болса, органикалық бірікпелерді углеводородлар, кислородлы органик бірікпелер һәм азотлы органик бірікпелер деп үшке ажыратып алған едік. Енді солардың ішінде углеводородлардың өзі және үшке бөлінеді. Бұлар тойынған углеводородлар, тойынбаған углеводородлар һәм ароматик углеводородлар. Тойынған углеводородларға алкан, циклоалкан, тойынбағанға алкен, алкадиен, алкин, ароматик углеводородларға болса аренлер кіреді. Енді бүгінгі видеомызда біздер алканлар хақында сөйлесеміз, демек алканлар тойынған углеводородларға кіреді. Енді бұлар тойынбаған ароматик бір-бірінен қалай farqlanады, азыр соны азырақ түсіндіріп өтіп кетемін. Демек қараң, тойынған углеводородлардың құрамында тек қана сигма байланыс болады. Тек қана сигма байланыс. Оларда пи байланыс болмайды. Тойынбаған углеводородларда болса, құрамында сигма байланыстан болады, һәм және пи байланыстан болады. Ароматик углеводородларда болса, бұларда ароматик бензол сақинасы болады. Мынандай. Бір-бірінен farqы сонда міне. Тойынғанда тек сигма байланыс, тойынбағанда сигма һәм пи байланыс, ароматикта бензол сақинасы болады. Енді тойынған углеводородлардың бірінші ең апуайы уәкілі алканлар, ямаса парафинлер хақында сөйлесеміз. Парафинлер деген бұл алканлардың екінші аты. Сол екінші атын ядлап қойыңыз керек. Аз мына жерде айтылатын мағлұматларды дәптерге ямаса бір блокнотқа жазып алсаңыз, кейіншелі өзіңізге пайдасы тиеді. Демек алканлар екінші аты парафинлер деп айтылады екен. Енді алканлардың ұлыма формуласы бар. Ол CnH2n плюс 2 болады. Қараң, әрбір кластың, органикада әрбір кластың өзінің ұлыма формуласы болады. Сол ұлыма формулаға қараған халда біздер органик бірікпелердің формуласын шығарамыз. Соның үшін бұндай формулаларды жазып алып, ядлап қойыңыз керек. Бұны білмесеңіз, сіздер бірікпелердің формуласын шығара алмайсыздар. Енді азыр сол ұлыма формулаға қарап отырған халда алканлардың формулаларын жазуды үйренеміз. Демек, қараң, CnH2n плюс 2. Бұл жерде n-нің орнына қалеген сан түсуі мүмкін, яғни бірден басылап шексіз сан түсуі мүмкін берген. Ал мына жердегі n-нің орнына қандай сан түссе, водородтың индексындағы n-нің орнына сондай сан түседі. Енді азыр сол жерге бір санды қойып, формуласын шығарып көреміз алканлардың. Демек, бірінші болып бірден басылап қойып көрейік. n-нің орнына 1-ді қоямыз. S1, H2. Енді қараң, мына жерде n менен 2-нің арасында иссат жоқ, демек бұл көбейту болады. Онда 2 көбейтілген n-ді біздер 1 деп алдық, көбейту 1 болады. Одан кейін қосылған ізінде 2. Енді бұны жинайтын болсақ, S1, H, 2-ні 1-ге көбейтсек, 2, оған 2-ні қоссақ 4 болады. Сонда формула S1H4. Енді сілерге анорганик химиядан белгілі, егер индексқа 1 түсетін болса, 1 жазылмайды. 1-ді жазбайтын болсақ, формула SH4 болады. Енді
сәл үлкенлеу сан қойып көреміз. Мәселен, 5 қойып көреміз. С 5. Енді H-тың орнына индексына 2 көбейтілген n-нің орнына 5-ті қоямыз. Қосылған 2 болады. Сонда формула S5. H 2-ні 5-ке көбейтсек 10, оған 2-ні қоссақ 12 болады. H 12. Енді бұдан үлкенлеу сан қойып көреміз. Мәселен, С 17-ні қойып көрейік. N-нің орнына 17-ні қоямыз. H 2 көбейтілген n-нің орнына 17 қосылған 2. Сонда формула С 17, H 2-ні 17-ге көбейтсек 34, 2-ні қоссақ 36 болады. Енді бұдан үлкен сан қойып көрсеңіз болады. Мәселен, С 85 қойып көрейік n-нің орнына. H-ымыз сонда 2-ні 85-ге көбейтіріп, оған 2-ні қосамыз. С 85, H 2-ні 85-ге көбейтсек 170, 2-ні қоссақ 172 болады. Сондай қылып, алканлардың формуласын шығарсақ болады. Демек, мына ұлымы формуланы ярлап қоясылар. Енді қараң, формуланы жазуды үйренгеннен кейін бұл бірікпелердің сіздер структурасын жазуды үйренуіңіз керек. Енді азыр сол структураны жазуды көріп шығамыз. Бірінші демек, мына SH4-тен басылап жазып көреміз. SH4. Бірінші қараң, структура жазудан алдын бірінші сол бірікпедегі элементтердің валентліктерін біліп алуымыз керек. Органикалық химияда углерод әрдайым 4 валентлі болады. Ол қандай бірікпе болуынан қате назар, органикалық бірікпелерде углерод 4 валентлі болады. Демек, бұл жерде углеродқа 4 валентлі болады. Водородымыз болса, ол 1 валентлі. Ол анорганик химиядан белгілі. Енді бұның структурасын жазатын болсақ, углеродты жазып аламыз, сөйтіп 4 водородты жазып аламыз. Углеродтан міне 4 валентті болса, одан 4 қол шығу керек. 1 қол, 2 қол, 3 қол, 4 қол. Міне углеродымыздан 4 қол шықты, водородлардан болса 1 қолдан шықты. Сондай қылып, органик бірікпелердің, яғни алканлардың структурасын жазсаңыз болады. Енді кейінгісін көреміз. Кейінгісінде S5H12. Бұны көрместен алдын қараң, бірінші сәл аңсатылауын көріп аламыз, S2-ні көріп аламыз. S2 формулаға қоятын болса H6 болады. Енді қараң, бұл жерде углеродымыз 2. Ал сондай қылып, углеродтың саны 2 һәм одан үлкен қылып берілген болса, бірінші сол углеродларды өзара байланыстырып аламыз. Яғни, қарамнандай аламыз. Бұл жерде міне 2 углерод бар. Екеуін бірінші өзара байланыстырып алу керек. Мынандай алып. Енді өзара байланыстырып болғаннан кейін углеродтан 4 қол шығу керек қой. Бұл жерде мына углеродтаным 1 қол шығып тұрды. Демек, және оларға 3 қол жетіспейді. Сол жетіспеген қолларына енді водородларды қойып шығамыз. Демек, мына углеродқа 3 қол жетіспейді. Бірінші сол қолларын қойып аламыз. Мынаған 3 қол жетіспейді. 2, 3. Енді сол қолларына водородларды қойып шығамыз. Водород, 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 водород,
водород, мынағынан водород. Міне енді қараң, бұны жинайтын болсақ, углерод 2 болады, водородымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Сондай қылып, міне углеродтың санын көп қылып беріп қойған болса, бірінші сол углеродларды өзара байланыстырып аламыз. Кейін жетпей қалған қолдарына водородларды қойып шықсаңыз, структурасы кеп шығады. Енді жаңағы С5-ті көреміз. С5 H12. Бұл жерде де міне углеродымыз 5, бірінші сол 5 углеродты өзара байланыстырып аламыз. Міне кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді жетпей қалған қолдарына водород қойып шығамыз. Қазір міне мына бірінші углеродымыздан бір қол шығып тұрыпты, демек оған және 3 қол жетіспейді. Соларды қойып аламыз бірінші. Екінші углерод, міне екінші углеродымыздан қараң. Бір қол, мұнағынан екінші қол. Бұдан 2 қол шығып тұрыпты. Демек бұған және 2 қол жетіспейді. Енді үшінші углеродқа оған 2 қол жетіспейді. Міне 2 қолы шығып тұрыпты. Төртіншіден 2 қол жетіспейді. Ал ақырғы углеродқа болса, міне бір қол шыққан, бұған 3 қол жетіспейді. Енді сол қолдарына водородларды қойып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болды. Мынаған мас келді. Сондай қылып структураларını жазсаңыз болады. Енді қараң. Қазір біздер ең апуайы структураларды жазып атпыз. Бұл сәл басқашалау қылған берілуі мүмкін. Мәселен, қараң. Қазір міне мына углеродымыз бар ғой, ортада тұрған. Мына углерод. Бұның екі тарапында 2 водород бар. Мына водород, одан кейін мына водород. Міне сол водородлардың орнына углерод келіп байланысуы мүмкін. Яғни қараң, мына водород шығып кетіп, орнына қайтадан бір углерод келіп байланысуы мүмкін. Енді ондай болса, ол қандай болады? Қазір соны бір жазып көреміз. Қараң, қазір мына жерден мына водородтың орнына углеродты келіп біріктіреміз. Сонда углерод, бірінші мына 5 углеродты жазып аламыз. Углерод, және бір углерод. 5-еуін жазып алдық. Енді мына ортадағы углеродтың водородына, төмендегі водородына углеродты келіп біріктіреміз. Водородты шығарып жіберіп, міне. Енді қараң, солардың водородларын жайғастырып шығамыз. Қараң, жайғастыратын болсақ, тап жаңағыдай, міне бірінші углеродымыз, одан бір қол шыққан, және демек 3 қолы жетіспейді. Екінші углеродтан 2 қол шыққан, бұған 2 қол жетіспейді. Үшінші углеродқа қарайтын болсақ, қараң, бұдан бір қол, 2 қол, 3 қол шыққан, демек бұған және бір қол жетіспейді. Кейінгісіне 2 қол шыққан, бұған 2 қол жетіспейді. Ақырғысынан бір қол шыққан, бұған 3 қолы жетіспейді. Енді мына төмендегі углерод. Бұл углеродтан 4 қол шығу керек, бұдан 1 қол шыққан. Демек бұғанам және 3 қол жетіспейді. Енді қараң, сол қолларына енді бағанағыдай водородларды қойып шығамыз. Бір водород, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 болды. 14 болды, қараң. Енді водород 14, углеродты санап көреміз, сөйтіп формуласына тура келе ма, келмей ма, соны тексеріп көреміз. Қарайық, углеродымыз бұл жерде
1, 2, 3, 4, 5, төмендегімен 6 углерод бар. 6 углерод. Жаңа водородымыз санап көргенімізде 14 болды. Енді бағанағы ұлыма формулаға туры келе ме екен? Бұл бір тексеріп көреміз. Ұлыма формуламыз CnH2n плюс 2 еді. Сол n-нің орнына мына жерге 6-ны қойсақ, С6 болады. Мына n-нің орнына 6-ны қоятын болсақ, 2-ні 6-ға көбейтеміз, 12, оған 2-ні қоссақ, мына 14 келіп шығады. Так, міне осындай қылып, мынандай құрамалау қылып берілген болса, олардан жазып көрсеңіз болады. Енді қараң, бұдан құрамаластырып көреміз. Енді қараң, мына жоғарыдағы водородтың орнына углерод келетін болса, қандай болады? Енді бұны қайттан жазып отырмаймыз, тек мына водородты өшіріп жіберейік. Соның орнына углерод қойып көрейік. Мына жерге де бір углерод келіп бірігетін болса, бұдан бір қолы шыққан, демек және 3 қолы жетіспейді. Бұған 3 қолына водород қойып шығамыз. Енді бұл жерде углеродымыз 7 болып кетеді. Углеродымыз 7 болады. Водородымыз жаңа 14 еді. Мына жерден біреу кетіп, үшеуі келді. Сонда біреу кетсе 13, оған қайттан үшеуі қосылса 16 болады. С7H16 болады сонда. Міне осындай қылып жазсаңыз болады структураларды. Енді қараң, мына қазір біз бұларды жайып жаздық та, мынау жайып жазылған структура. Енді бұл структураларды сәл жинаңқырап жазсақ болады. Бұны жинап жазсақ қандай болады? Қараң, қазір соны көріп шығамыз. Так, мәселен қараң. Міне CH4 бір углерод, 4 водород. Бұны жинайтын болсақ, мына бастағы формула кеп шығады. Оны жинап отыру шарт емес. Мынау кеп шығады. CH4 болады. Енді екіншісіне қарай C2H6. Бұны жинайтын болсақ, қазір бұны жинайтын болсақ, мына углеродтың 3 водороды бар. Сол 3 водородты бір жинап H3 деп жазсақ болады. Яғни қарамнан қыламыз да. Бірінші мына углеродты жазып аламыз. Бірінші. Одан кейін мына 3 водородты бір жинап тұрып H3 деп жазсақ болады. Одан кейін мына углеродымыз кейінгі углеродпен байланысқан, ортасына бір байланыс қойып тұрып, кейінгі углеродты жазып, оныңа мына 3 водородын жинап жіберсек болады. CH3 болады olan. Осындай қылып жинап жазсаңыз болады. Исапларда, тестларда көбінесе осындай қылып беріледі. Енді кейінгісіне қараймыз. Мынаны жинап жазсақ болады. Бірінші мынаны жинап жазып көрейік. Бірінші қараң, мына С5-ті жинап жазып көреміз. Мынаусын. Бұны жинасақ қандай болады? Қараң. Осыны жинап көреміз. Мыналарды өшіріп тұрайық. Мына углерод, мынадан басылаймыз. Мына углеродты жазып аламыз бірінші. Ол углеродтың 3 водороды бар. Жаңағыдай алып жинайтын болсақ, бұл H3 болады. Енді кейін углеродпен байланыстырамыз. Ол углеродтың екі тарапында 2 водороды бар. Демек, бұл CH2 болады. Және байланыстырамыз. Кейін углерод, оның екі тарапында 2 водороды бар. H2 болады. Кейінгісі олам соңында екі тарапында 2 водород бұлам H2 болады. Ақыр углеродымызда болса 3 водороды бар. Бұны жинасақ CH3 болады. Осындай қылып жинап жазсақ болады структураларды.
Енді мынаны көреміз. Бұл сәл құрамалырақ. Диққатпен қараймыз. Мынадан баслаймыз, міне қайттан. Мына углеродтан. Углерод. Бұл углеродтың үш тарапында 3 водород жинасақ CH3 болады. Кейінгі углеродымызда 2 водороды бар, CH2 болады. Енді қараң, мына углеродта водороды жоқ. Мына тарапта да углерод бар, мына тарапында да углерод бар, мына жақта да углерод, мына жақта да углерод. Бұның водороды жоқ. Водороды жоқ болса, бұны С деп жазып кетеміз. Енді кейінгісіне өтеміз. Кейінгі углерод. Бұның екі тарапында 2 водороды бар. Бұл CH2 болады. Ақырғы углеродымыз 3 тарапында 3 водород, бұл CH3 болады. Енді мына ортадағы углеродтың жоғарында және бір углерод бар. Соны жазып аламыз. Углерод. Ол углеродтың міне 3 тарапында 3 водороды бар. Бұнан жинасақ CH3 болады. Бұның төменінде және бір углерод бар. Оның 3 тарапында 3 водород, онан жинасақ CH3 болады. Міне осындай қылып структураларды жинап жазсаңыз болады. Так, демек бұл түсінікті болған болса, енді гомологик қатарға өтеміз. Гомологик қатар. Так, бірінші гомологик қатарға тариф беріп кетеміз. Гомологик қатар дегеніміз өзі не? Гомологик қатар дегеніміз түзілісі һәм қасиетлері ұқсас болған, бірақ бір-бірінен бір яки бірнеше CH2 группасына парк қылатұғын бірікпелерге гомологик бірікпелердің қатарына гомологик қатар делінеді. Демек, гомологик қатарда не болады екен? Түзілісі ұқсас болады, түзілісі һәм қасиетлері ұқсас болады, бірақ бір-бірінен CH2 группасына парк қылатуын қатарға гомологик қатар дейткенбіз. Енді бұны жалпақ тілмен айтатын болсақ, қараң, бір мысал келтіремін. Мәселен, бір шаңыраққа кіруші, сол шаңырақтың ағзаларының тізімі болады. Мәселен, бір шаңырақта 5 адам жасайтын болса, сол шаңырақтағы адамлардың ат фамилиясы жазылған тізім болады. Әкесінің, анасының һәм перзентлерінің ат фамилиялары жазылған тізім болады. Міне, соған ұқсаған зат гомологик қатар дегені. Бір классқа кіретұғын бірікпелердің ізбейіздік қатарына гомологик қатар деп айтамыз. Міне, мына жерде кесте шығарып қойған. Бұл кестеде алканлардың бірінші уәкілінен басылап 10-шы уәкіліне дейін болған бірікпелерінің кестесін шығарып қойған. Міне, CH4, C2, H6-дан C10, H2-ге шекен. Кестенің екінші тарапында олардың атлары берілген. Атлары емасы атамасы берілген. Мәселен, біріншісі міне метан деп айтылады. Метан. Екіншісі этан, пропан, бутан, сол ізбездікте кете береді. Енді қараң, органик бірікпелерде алкан бола ма, басқа бірікпелер бола ма, бірікпелердің саны жүдә көп болады. Бір классқа, құры бір дана кластың өзіне шексіз бірікпелер кіретті оған. Мәселен, бұл жерде 10-ға дейін берілген, міне. Бұл 100 болуы мүмкін, углеродтың саны мына жерде 200-500 болуы мүмкін. Бірақ ол һәммесінің атларын ярлалмаймыз, оны ярлаудың керегі жоқ. Оларды сіздер келтіріп шығарсаңыз болады. Бұны тек түсініп алуыңыз керек. Жақсылап түсініп алсаңыз, әр қандай алканның формуласын шығаруға қиналмайсыздар. Формуласын шығаруға, ямаса атын атауға қиналмайсыздар. Енді бұны қалай шығарамыз? Бірінші қараң, мына тәсілепкі 4 уәкілі бар.
SH4-тен S4H10-ға шекемгі болған дәсілепкі 4 уәкілі бұл тарихи ат қойылған. Иссатқа текарланбаған халда тарихи ямаса тосыннан ат қойылған, бұларды тек ядлауыңыз керек болған. Сол дәсілепкі 4 уәкілін ядлайсылар, қалғанларын ядлау шарт емес. Азыр қалғанларын өзлеріңіз атасаңыз болады. Дәсілепкі 4 уәкілін ядлауыңыз керек. Ядлау керек. Ядлау. Енді қараң, мына S5-ке қараймыз. S5H12, яғни пентан. Бұл жерде 5 углерод бар. Енді мыняққа қарайсыздар. Мыняққа мен грек санлардың грекше атамасын беріп қойыппын. Демек, 1-ді ун деп айтамыз, 2 до, 3 тетра, пента, гекса, гепта, октан, нона. Міне, сосы 5-тен басылап, кейінгі уәкілдеріне грек санларына текарланған халда ат қойылған. Мәселен, қараң, мына S5-ке қарайтын болсаңыз, бұл жерде 5 углерод бар. Мынаяқта 5, грекшеде 5 деген бұл пента деп айтылады. Ал мына алканның аты болса пентан. Соған текарланған халда кейінгілеріне ат қойылады. Осы санлардың ізбездігін ядлап қойсаңыз, қалеген алканның атын атай бересілер. Демек қараң, бастағы 4 уәкіліне бұл туры келмейді. Мәселен, метан, ал бірақ грекшеде 1 деген ун деп айтылады. Ал екіншісі, S2H6 бұл этан, 2 грекшеде до деп айтылады. Бұл дәсілепкі 4 уәкіл туры келмейді. Бұларды тек ядлап қоясылар, атларын болған. Енді S5-ке қараймыз. S5-те грекшеде 5-ті пента деп айтылады. Енді со пента дегеннің ізіне сіздер ан қосымшасын қосып жібересілер. Яғни біздер алканлар ұтатпыз ғой. Алкан дегеннің сөздің өзінде де ақырында ан мен тосылады. Сол ан деген қосымшаны мына грекше санның ізіне жазып қоясылар. Яғни пента болса, ізіне анды қосып жіберетін болсақ, пента ан болады. Енді мынандай 2А ізбез келетін болса, бір аны өшіріп тастайсылар, сонда бізде пентан кеп шығады. Ал енді басқасын көреміз. Мәселен, S6-ны көретін болсақ, 6 бізде грекшеде гекса деп айтылады. Ізіне анды қосып жіберетін болсақ, 2А ізбез келді, біреуін өшіріп тастаймыз, сонда гексан кеп шығады. Мәселен, 9-ды көретін болсақ, 9 нона деп айтылады, оған анды қосып жіберетін болсақ, бір аны өшіріп тастаймыз, сонда нонан кеп шығады. Міне сондай қылып шығара бересілер алканлардың атларын. Енді мәселен қараң, 10-нан үлкен қылып беруі мүмкін. Мәселен, 15, углеродтың саны 15, ямаса 26, 98 болуы мүмкін. Оларды қалай келтіріп шығарамыз? Енді соны көріп шығамыз. Енді қараң, мынаяқта екінші тәрепте болса, мен 2 таңбалы санлардың грекше айтылуын шығарып қойыппын. 10-ды ДК деп айтылады. Енді мына жерге ан қосымшасы да қосылып кеткен, оның зияны жоқ. 10 болса декан, 20 болса эйказан, 30 болса триокантан, триконтан, 40 болса тетраконтан, соз безді кете береді. 50 болса пентаконтан, гексаконтан, гептаконтан, октаконтан, нонаконтан, 100 болса гектан деп айтылады. Енді қараң, мәселен, углеродтың саны С15 болуы мүмкін. Мысалы, С15 болса, ол қайтып айтылады. Соны жазып көреміз. Водородынан жазып қояқ, С15 болса, Х'ымыз 32 болады. Енді қараң.
Bizler азыр мына жерде 15 деп айтуымыз керек. 15 деген грекшеде қараң. Дека пента деп айтуымыз керек қой негізі. Бірінші 10-ды айтып, одан кейін 5-ті айтуымыз керек. Өзіміздің тілімізде 15 деп айтатын болсақ, бірінші 10-ды айтамыз, кейін 5-ті айтамыз. 15 деп. Ал бірақ грекшеде ондай емес. Грекшеде бірінші 5 айтылады, кейін 10 айтылады. Яғни 15-ті бізде грекше айтатын болсақ, 5-10 деп айтамыз. Яғни бірінші 5, кейін 10-ды айтуымыз керек. Сонда 5-ті пента деп айтамыз. Пента. 10-ды дека деп айтамыз. Дека. Дека. Енді мынау алкан болған үшін ақырына ан қосымшасын қосамыз, сөйтіп бір аны өшіріп тастасақ, бұл жерде n қалады. Сонда С15H32 болған алканның аты пента декан деп айтылады. Енді және басқасын көрейік. Мәселен, С18-ді көрейік. С18 водородтың жазып отырмаймын бұл жерде, водород шарт емес. Бұл да сондай. Бірінші 8-ді айтып, кейін 10-ды айтамыз. 8 окта деп айтылады. Окта. 10 дека деп айтылады. Дека. Ізіне анды қосып, бір аны өшірсек, n қалады. Сонда С18 болған алканның аты октадекан деп айтылады екен. Енді одан үлкендеуін көреміз. Мәселен, С36-ны көрейік. С36. 36 деп айтуымыз үшін бірінші 6-ны айтуымыз керек. 6 міне гекса деп айтылады. Демек, бірінші гекса деп жазып аламыз. Гекса. Одан кейін 30-ды айтуымыз керек. 30 триконтан деп айтылады. Демек, қараң, гекса ізіне триконта, анды қосып бір аны өшірсек, n қалады. Сонда С36 болған алканның аты гекса триконтан. Енді одан үлкен біреуін көреміз. Мәселен, С98-ді көрейік. С98. Бұл жерде бірінші 8, кейін 90-ды айтуымыз керек. 8 окта деп айтылады. Бірінші соны жазып аламыз. Окта. Одан кейін 90 айтылады. 90-ды міне нона конта деп айтамыз. Нона конта. Нона конта. Анды қосып бір аны өшірсек, n қалады. Сонда С98 болса, окта нона контан деп айтылады екен. Сондай қылып, қалеген алканның атын шығарсаңыз болады. Оның үшін мына 1-ден 9-ға дейін болған ізбегіздікті, одан кейін 10-нан 100-ге дейін болған ізбегіздікті ярлап қойсаңыз болды. Сөйтіп, атаған кезде, егер 10-нан үлкен қылып берілетін болса, бірінші бірлік санды, одан кейін 10-лық санды айтасылар. Міне, осыменен темамыз жұмақланды. Кейінгі видеомызда алканлардың номенклатурасын һәм изомериясын басқыш па басқыш көріп шығамыз.